Ерін үндестігі. Ерін үндестігіне бастапқы буындағы ерін дауыстыларының ыңғайына қарай соңғы буындардың еріндік болып үйлесіп келуі жатады. Яғни еріндік о, ö, о, ö дыбыстарынан кейін келетін езулік ы, и, і дыбыстары айтуда еріндік дыбыстарға ұқсайды. Ерін үндестігі заңдылықтары. Алғашқы буындағы о немесе о дыбыстары келесі буындағы ы дыбысын оға айналдырады. Мысалы, орын, орын, құлын, құлын. Ашық дауысты а дыбысы мұндай үндесуге бағынбайды. Мысалы, орақ, құлан деген сияқты. Ерін үндестігінің екінші заңдылығы. Алғашқы буындағы ö немесе ö дыбыстары келесі буындағы і дыбысын өге айналдырады. Көрік, көрік. Мысалы, көдік, көдөк. Ү дыбысы өге айналады. Үшінші заңдылығы. Алғашқы буындағы ö немесе ö дыбысы келесі буындағы и дыбысын өге айналдырады. Мысалы, өлең, өлең, күрек, күрек, өге айналады.